Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен асқабақты пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар: жұмыртқа, сары май, асқабақтың шырыны, қант, ванилин, қопсытқыш және ұн қажет болады. Ең алдымен біз жұмыртқамызға қантты қосып жақсылап араластырып аласыздар. Сосын сары майды құясыздар. Оны да жақсылап араластырып аласыздар. Сосын асқабақ шырынын қосасыздар. Мен асқабақ шырынын бірінші асқабақты суға қайнатып алып, оны блендермен езіп алдым. Асқабақ шырынын қосып, жақсылап оны да араластырамыз. Енді ванилинді саласыздар. Сосын қопсытқышта ұнды қосып, екеуін жақсылап араластырып, електен өткізіп отырып, салас қамыр жасаймыз. Міндетті түрде електен өткізу қажет, әйтпесе қамырларыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Қамырымыз осындай болып шығу қажет, қатты сұйық емес, қатты қою емес. Міне қамырымызды дайын, енді пешке 20 минутқа, 25 минутқа пісіріп аласыздар. Піскен пирогтарымызға өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын қоссаңыздар болады. Ал міне пирогтарымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Асқабақ балаларға өте пайдалы. Астарыңыз дәмді болсын.